Салиқалы әйел дегенге мен бір мысал ғана келтірейін. Ол енді әйелдерімізге де өнеге болсын. Ол жерде негізі ер адам мысалға келтіреді. Бірақ қасындағы әйелі де өте керемет ниеті. Омар радиаллаху анху халифа болған кезде Хумс деген жерге Сағид ибн Амир деген сахабаны жібереді отбасымен. Әйелмен сол жаққа қарай кетеді. Әкім қылып. Яғни сол ауданға барып әкім болады. Сол ауданда енді Алланың разылығын іздегені соншалықты, сол ауылдың пақырларының ең пақыры сол болады. Елестетіңіз. Біреу ойлауы мүмкін, бұл неге өзін қинап жүр, кішкене дүние алып нетпеді ма дегендей. Мәселе Алламен екі ара дұрыс. Ақырет хақ болып орнаған жүрек. Бағанағындай Абай атамыз айтқандай, енді Құдай өз кеңшілігімен жарылқайды ғой енді деп. Ол нәрсе болмайды ол. Сонда Сағид ибн Амир ең пақыры болып, Омар жылап оны естіген кезде. Сосын бір кісіні шақырып болып айтады, мына әмиянның ішінде 1000 динар бар. Осыны Сағид ибн Амирге апарып берші. Оған ешқай жақтан пайда келмейді. Менікін алар дейді. Сонымен жаңағы адам апарып мынаны халифа бере жіберді деп оған тастап кетеді. Сөйтіп үйіне келіп, жаңағын ашық болса ішінде динарлар, 1000 динар алтын ақша ғой енді. Енді Алламен екі арадағы нәрсесінің соншалықты рас шегеленіп қалғаны енді ешкім қайталай алмайды бізден. Ол кісінің сол жерде айтқан сөзін. Сонда айтады ғой: «Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун». Басына тауқымет кісі қайтыс болған кезде айтылатын сөздер бар ғой. Расымен де біз Алланыкіміз, және Аллаға қарай ораламыз деген кезде әйелі не болып қалды? Иман келтіргендердің әміршісіне бір зиян тиді ма? Жоқ. Әлде бір жерде мұсылманның әскері жеңіліс тапты ма? Жоқ. Әйелдің де санасына қараңыз. Санасына қараңыз әйелдің. Проблема дегенде бір жерде бір жаңағы сиыр сүт бермей қапты, немесе жаңағыдай бір дүкендегі товар өтпей қапты деген нәрсе үлкен. Ол мақсатты танып тұрса ба? Иман келтіргендердің әміршісіне зиян тиіп қаппа дейді. Уайым қараса жүрегінде мұсылмандардың әскері бір жерде жеңіліс тауып па дейді. Жоқ, онда не болды? Ақыретімізді ойран қылатын нәрсе келді үйімізге дейді. Насөзтаңда ойлаңыз. Сонда әйел айтады ғой: онда ол нәрсенің көзін құртсашы дейді. Сен маған көмектесші деп келіп, екеуі жаңа диналарды бөліп, сол айналасындағы пақырларға таратып тастайды. Яғни бұл кісілердің өте байланғаны енді шанс бермеген ғой. Ниеттің былғануына мүмкіндік бермеген. Сондай бір салиқалы ғалымдардың айтқан сөздерінің бірі: егер де амалдың қабыл болуына салиқалы ниет емес, орнына арқаңнан бірнеше рет сабап қабыл етілетіндей жол жасап қойғанда дейді Алла Тағала, арқамды сабатып алу жеңілірек болар еді дейді. Жаңағындай ниетті реттеуден дейді.